Ассалаумағалейкум. Бүгін Голландияға келдік. Осындай сюрприз бізде. Қараңыздар да қандай жерде жүргенімді. Бұл не болды Голландия? Қалай қарсы алды бізді? Алдындағы кісі тоқтап маған артымнан жүр дейді, жолды көрсетемін дейді. Координатын бәрін көрсеттім. Сонымен осы кісінің артынан бара жатырмыз. Хорошо, что бір тәуірлеу адам бар екен Голландияда. Голландияда вообще ондай адамдар жоқ па деп ойлаймын. Ё-моё, это чё за анаконда? Мынау масқара ғой. Thank you, Mister. Me here, eh? Huh? It's here. Yes. You are. Have a good day. I rescued your life, really. You are just a handsome. Huh? You are just a handsome. Handsome. Thank Have you. a nice day. Have a nice day. Ё-моё, ауылдың арасына кіріп тупик кіріп кетіп жатық қой. Құдай жақтап. Бұл кісінің барына да шүкір. Ал келдік ал жырлап жүрген жерімізге. Менің жер өз сияқты бір жағымсыз жерлерде өреді осындай. Ничего, қазір көреміз барып. Офисын таптық әйтеуір. 300 метр жерге ауыстырып кетті. Қазір араға кіретін боламыз. Выгрузка. Біз прям Голландияның шетіндеміз. Теңіз уже ары қарай ештеңе жоқ мына жағымызда. Ана жақта лайнерлер тұр. Әйтеуір біттік погрузкамызды, жүгімізді артып алдық. Осы жерден кеше 24 сағат тұрдық. Бүгін азандағы тиетім болып 8-де келдік. Қазір сағат 3 болды. Енді кетіп бара жатырмыз. Жолға шығамыз қазір Құдай қаласа. Бүгін бір 5-6 сағат айдайтын шығармыз ары кетсе. Өйткені рабочий времяның біраз кетіп қалды осы жерде тұрып. Ал кеттік, жолға шығайық. Испанияға қарай. Ал достар, ары қарай кетіп бара жатырмыз. Бүгін бөлеммен жолықтым тағы да. Уже 4-ші рет жолығып жатырмыз біз Францияда бойынша. Алдында Бельгияда жолықтық.
Сонымен мен былай қарай Испания, ол наоборот Голландияға қарай кетіп бара жатыр. Ол осы Францияның бір қаласынан жүк түсіріп, келесі қаласына жүктеп, обратно Голландияға кетіп бара жатыр. Мен сол Испания қайтадан сонымен жолға шықтық. Кешке қарай 9-дарда келді. Осы местный уақытпен. Одан бұрын мен келдім. 1,5-2 сағаттай ертерек кеп тамақ дайындап, бөлеме тамақ істеп берейін деп. Екеуміз тамақ ішіп 12-1-ге дейін әңгіме айтып, біраздан бері әңгіме жиналып қапты. Сонымен уақытты жақсы өткіздік. Сонымен азында шығарып салдым бөлемді. Екеуміз 2-ге қарай кеттік. Ал әніміне дегенше болдық. Жүгімізді түсіріп. Бұл Мадрид, Испанияның астанасы. Адасып келе жатырмыз дәл қазір. Навигаторымыз қуды, бірақ қуғанда да конкретно қуды. Зорға есін жинады. Өзіміздің Google картамызды қосып әйтеуір қуыс-қуыспен шықтық автобанымызға. Келдім ровно. На ровном месте басқа жолға сап жүрді ғой, ё-моё. Көріп үлгермей қалдым. Сонымен келе жатырмыз енді перепробег. Ертең жылайды хозяиндар, бастықтар. Ойбай, сен артық жүріп қойыпсың ғой. Давай, бережок, ақша ұстаймыз сразу. Айтатындар сол. Да ничего, қайтамыз енді. Жағдайлар жетпей тұрса береміз ғой, жағдай жоқтарға. Келесі заданияға баратырмыз. Мадрид енді керемет қала екенін ұнады өзіме. Ал таң атпай штраф алдық. 100 евро. Теңгемен где-то 50 мыңдай болады. Настроением бәрін құртты таң атпай. Гаишниктер. Кінә өзімнен мойындаймын оны. Өйткені наушник тағып отырдым. Беспроводной. Соны көріп қойды тағына. Білмеймін қай жақтан келді, қай жақтан көріп қойды. Сол жағымнан шықты дағаны мотоциклін тоқтатып. Сонымен добро пожаловать болды ғой. Салам алейкум деп 50 мың теңге штраф жазып берді. Оны еще на месте төлейсің. Айтпақшы, Италияға Рим жағына қарай барамыз біз, астанасы. Сонымен общий 2200 километр Мадридтен Римге дейін. Сонымен осы аптамыз бітетін сияқты ғой өзде. Так, жырлап жүріп біттік әйтеуір, затымызды түсіріп. Кеше таң сағат 8-де келгем. Сонымен затты түсірмей қойды. Күтесің деп. Сонымен кеше целый ден күттік. Одан ертең азында түсіреміз деді. Содан енді осы кіріп дәл қазір затымызды түсіріп енді шығып бара жатамыз. Документтерді алдық. Қазір заттарымды жинап қойдым. 300 километр барамыз қазір Австрияның границасына. Так, шықтық әйтеуір автобанға. Қазір алдымызда 250 километрден кейін замена перецеп ауыстырамыз. Дальше ары қарай 300 километрдей қалады. Бүгін кеш шыққан себебіміз өйткені затымызды кеш түсірді. Одан 9 сағат поза жасамасақ уақытым жетпеді. 9 сағат поза жасап шықтық.
запрет болды.